Шұғыла! Айналайын Бота ханым. Ал енді сәттілік. Құдай қаласа, Алла жар болсын. Аман есен тапсырып шық. Уайымдама ештеңені. Ең басы асықпа, саспа. Мейлі қанша бал жинасаң да, біз саған ризамыз, Шұғыла. Қатты уайымға берілме алтыным. Жарай ма? Давай жаным. Сәттілік. Айналайын. Сәттілік. Сәттілік жақсы. Күшті бол. Айналайын. Бұл енді уайымдамаңыз, жақсы болып бәрі. Болмайтын нәрсе уайымдай бермеңізші. Жоқ, тестке кіріп Құдай қаласа. Одан да маңызды мәселе болып тұр. Бір жаңалық бар менде. Жаңалық болғанда да ол жаңалық емес, біз көптен күткен нәрсе. Қой, үйленетін болдың ба? Ондай шілей, ондай ауыр жаңалық емес. Біз жабылатын болдық. Кешке бостың өзі келіп, бос кафеде отырып, контрактілерді бұзатын болды. Қойыңызшы. Бәрі жап-жақсы жүріп жатыр еді ғой? Иә. Енді не болады? Не болады енді? Ауылға қайтамыз. Мен сол күзетшілік, жездем таксистік. Сен келіндік қызметінде атқарып жүреміз. Ай, сол ең ауыр менікі болып тұр ғой. Ең ауыр қайдағы? Кейбір адамдарда соған жете алмай жүргендер бар ғой, мен сияқты мысалы. Сенде қайта бар ғой, повещениеге гарантия бар. Ене боласың, ене. Не айтып кеттіңіздер? Одан да біз неге қайғырмаймыз, кафеміз жабылайын деп жатыр. Қайғырғаны не шара? Не қыласың қайғыр? Егерде ол шешілмейтін проблема болса, қайғырып не аласың, бәрі шешілмейді ғой. Ал егер ол шешілетін проблема болса, онда да қайғырып не аласың, ол бәрі шешіледі ғой. Иә? Бәрін шағыршы, біз өзіміз отырып жиналыс жасауымыз керек. Шағыршы. Мен барасың. Камшат. Баршы. Мейлі. Барлықтарыңызға рахмет. Енді қолымнан келгенше аянбай істедім. Мен қолдарыңыздан келмесе не шара? Біздің қолдан келмеді, қайтеміз. Қаршыға істеді, біз істей алмадық, қайтеміз. Жоқ, ол емес. Сен-ақ мықты болшы. Жоқ, барлығымыз деп айтып отыр. Не айтамай отырсың сен енді? Жоқ, барлығымыздың қолымыздан келмеді. Не шара енді? Иә, қолымыздан келмеді. Өкінетін түгі де жоқ. Болды, көтеріңдер бастарын. Не өкініп? Қайта бұл бізге үлкен мектеп болды. Тәжірибе жинадық. Болашақта қай-қайсысың да енді бір кәсіп ашатын болсаңдар. Үлкен өзіне керек тәжірибе жинап алдыңдар ғой. Сол емес папа? Рас. Менің өзім осында жүріп, біраз тамақтың жасалу жолын үйреніп алдым. Мен үйренді ғой. Үйреніп алдың не сен? Сен жұмысқа кіретін кезде бәрін білем дегенен ғой? Бәрі жабыламыз ғой, қойымызшы болды. Ал мен осында келгенге дейін Алла, шариғат, адалдық, ол туралы негізі ойланбаған екен. Сіздердің орталарыңызға келіп, рухани байып жатқаным сезініп отырмын. Сол үшін сіздерге рахмет. Алғысым шексіз. Мен сендерге бір мысал келтірейін. Бір егінші Құдайға жалынып, жел болмауын тілепті. Құдай тілеуін қабыл етіп, сол жылы жел болмапты. Егіні жайқалып өсіпті. Егінді жинар кезде әлгі жайқалып тұрғаны тек қауызы ғана екен.
сөйтсе егін желден сақтану үшін тамырын тереңге жібереді екен. Содан жерден нәр алады екен. Осындай кедергілердің арқасында сендердің де тамырларың тереңге жайылсын, айналайындарым, балаларым. Сонымен бүгін жабылдық па? Адам қабылдамаймыз ғой, Тоқтаңдар, қабылдамағанда бүгін қабылдайсыңдар. Бүгін аяғына дейін қызмет жасайсыңдар. Бұрынғы жұмыстарына тиетін тиді кем болмау керек. Титаникті көргенсің? Титаникті көрдіңіз ғой? Титаникті көргенсің ба? Суға батып баратқан кезде құтқарушылар аяғына дейін қызмет жасады. Анау скрипка тартып тұрғандар ше. Суға батып баратса да аяғына дейін қызмет жасады ғой. Біздің олардан қай жеріміз керек? Аяғына дейін қызмет жасайсың, жылама болды. Дұрыс айтасың. Қайыр қылсаң бүтін қыл деп. Болды, сабыр ете. Болды. Титаник есіме түсіп кетті. Тұрыңдар, жұмыс бастаймыз. Адамдар келеді қазір. Болды енді, бүгін соңғы күн. Бүгін бір от души қызмет жасаңдар енді. Сен сонда тамақты ол жақтан үйренгенсің ба бәрін? Қойсай дейін болды. Ойбай. Алып отырсаңыздаршы. Бір кішкене қан жүгіріп қалды, Жақсы болып қалды. Бірақ үйретті қалады екенсің. Басында әбден қиналдық қой. Кешке дейін ауыз ашарға дейін шыдамай. Мен үйренемадым, әлі қарным ашады ғой. Сен өмірбақ үйренемей кететін жерсің сен. Менің қайыным ғой. Қаршыға деген. Осы қонақ жайлы қазағымның үйі Аспандияр деген дәмхананы ашқан осы негізі. Мен іс жүргізушімін. Ойдағырды бастық. Бірақ жұмыстың бәрін мен істеймін да. Дұрыс қой, бастықтар жұмыс істемейді. Ағаларыңды білесің ғой енді, таныстырудың қажеті жоқ шығар. Саят ағаң медеу. Мынау енді халықаралық деңгейде спорт шебері, қазір жаттықтырушы Жаңелді Хамитов деген менің досым, әрі бауырым. Талай біз бірге жүргенбіз. Саят ағаларымыз телевизордан көретінбіз. Сіздер телевизордан. Алып отырсыздар, тойып қалдыңыздар бірден. Қош келіпсіздер біздің мейрамханамызға. Оразаларыңыз қабыл болсын енді. Жәке, қалай оразамен спорт не қиын болған жоқ па сіздерде? Спортта жаттығулар болды ма? Қалай біз өзімізді жаттығуда ашып қоймайсыздар ма? Жаттығу жасадыңыздар ма? Әрине, өйткені енді оразада жалпы кейде солай болады. Қазір енді оразан кезде спортшылар жарысқа дайындап жатырмыз. Өзіміз де оразадамыз. Таң атысы, кештің батысы. Өйткені ауыр кішкене. Бірақ 100%-ның 90% спортшылар ораза ұстайды негізі. Бірақ сол оразасымен жарысқа барып, дайындалып, өйткені біздің басымыздан өткен 2006 жылы Талдықорған қаласында Кубок Қазақстан болып, Алматы әлем чемпионаты ойнап отқан қазақ күресінде тұңғыш рет. Соған байланысты бір ағамыз бар, Еркін деген ағамыз. Сол кісі ораза ұстап салмақ қуып жүр. Сол кезде жаңағы салмақ қуып жүріп, екі бүйрегі тартылып құлап қалды. Сонда организмде денеде су бітіп қалған ғой. Негізі бүйректе су болмаса бүйрек тартылып қалады ғой. Сол кезде бұл ағамыздың ішкі бір несі жан дүниесі әлем чемпионатына жолдама алу болды да мақсаты. Сонымен жаңағы врачтарға бұған су беру керек деп. Жоқ, мен ашпаймын деп. Сонымен жаңағы салмағын қуып. Онда да ашқан жоқ. Жоқ, ашты. Өйткені екі бүйрек құрап кеткен болмайды. Өзі негізі ашпаймын деді. Иман келтірген жігіт қой, 5 уақыт намазын оқиды. Врачтар қоймай, сол суын ішіп, салмағын қуып, ертесінде Кубок Қазақстан тұтып, әлем чемпионатына жолдама алды. Өте мысалы, бұл баланың ағамыздың характері мықты болып тұр да, ішкі жігері мықты болып тұр. Мен ойлаймын, ондай кезде күнә болмайды шығар деп та, енді ол бұл жерде енді ол қазақ елінің намысы үшін, енді ол бекерден бекер ашып жатқан жоқ, медициналық тұрғыдан. Менің өзім мына жерге қанша заттар келеді ғой, коробкалар, анау келеді, заттар келеді. 3 коробкадан кейін шыдай алмай аузымды ашып жібере беремін ше. Әрең дегенде үйрендік қой. Сәке, осы жаңағы анау спортта не қылып қалды ғой, жаңағы бүйрек тартып қалды дейді. Енді өзіңіз ауыз бекітіп жүріп жарыста күрескен кезіңіз болды ма? Сонда күрестер бола ма өзі? Болады. Қош. Ол жиі болып тұрады. Ауыз беріп күресесің. Ауыз беріп күресесің. Өйткені енді басқа динің сауабы ораза ұстамасаң ол да бір үлкен не күнә ғой енді. Ораза кезінде жаңағы жарыс болып қалады. Таңертең аузын бекітесің, не етеді, одан кешкісін жарыстан кейін ашасың. Сондай спортшылар өте жиі кездеседі. Ораза айында түсіп қалса жарыс. Бұл кезде ораза спортсмендердің бәрі ораза ұстайды. Көбісі ұстайды. Көбісі айтады, біздің ауылда да осы Саят көркем мінез. Өмірде қандайсыз? Өмірде де сондай сахнадағыдай ма? Өзгеріс бар ма? Жеңгем не дейді сіз дейді? Жалпы сахна деген ол мәдениеттің ортасы ғой. Ол жерден де көркем мінезді болсаң да, болмасаң да көркем мінезді болуың керек. Өйткені ол сахна деген үлкен тәрбие.
Сондықтан мен ойлаймын, сахнаға шығып алып, әртүрлі болмайтын жаңағы қылықтар көрсету, ол мәдениетсіздік. Сондықтан мен өзімді сол сахнаға лайық болу үшін мүмкін көркем мінезді болып көрінетін шығармын. Бірақ мен өзімді көркем мінездімін деп айта алмаймын. Ашуға берілген кездерде, кейде ашуға қатты қысылған кездерде ашуға бой алдырып қоятын кездер болады, оны өтірік айтпаймын. Бірақ ойлаймын енді мүмкін отбасыға жайлы шығармын деп. Қазір қайдасыз, Саят аға? Алматыда. Алматыдасыз ба? Шығармашылықтардан. Шығармашылық сол ән ғой, басқа. Мен енді композитор емеспін, болмаса ақын емеспін. Сол сазгерлердің жазып берген әндерін жарыққа шығару, соны халыққа әдемілеп жеткізіп беру, тыңдауға болатындай, халықтың жүрегінен орын алатындай, құлақ естіген құлақ сүйсінетіндей қылып жеткізсек екен деген арманмен сол мен жүреміз күн ертелі кеш. Енді кейде болады бізде де студияға барғың келмейтін кездер болады, ән жазғың келмейтін кездер болады. Өйткені адамның әр кезде көңілі әртүрлі ғой. Сіздерде ауыз бекіткенде ән айта бересіздер ғой, иә? Ол гастрольге шыға бересіздер ме сіздер? Әрине, біздікі спорттың қасында ән айтсаң жаныңды жеп айтасың дейді, бірақ ол да оңай емес. Бірақ дегенмен спорттан жеңілдеу ғой. Негізі өнер адамдарында кішкене оразада, той томалақта, концерттерде кішкене саябырсиды ғой. Ол міндетті түрде ғой. Енді Саят аға, сіздің барып тұрамыз. Жалпы неше клипіңіз бар, бейнебаяныңыз? Менің бе? Көп қой бұл, Сакен. Телевизордан түспейді ғой. Менде клип болғанда, мен жалпы өзім клипке қатты құмартқан жоқпын. Бірақ осы бір Қайрат деген ағамыз Қызға тілек деген әніне өзі клип түсірді, әдемі клип түсірді. Бірақ ол клип көп көрсетілген жоқ, ютубта бар. Мен өзім кейде сахнаға да көп жылтыңдап бүйтіп шыға бергенді өзім жаным жақтырмайды. Өйткені әкеден сондай мінез бар, жылтыңдай берген жақтырмайды. Сосын осы жақында әке туралы бір әнге клип түсірді. Енді соны көрсетіп жатқан шығар, көрсетеді. Қамшат? Жалпы бірақ клипке қатты жаным құмар емес. Енді біз сырт көз айнамыз ғой. Енді сіздер телевизордан көргеннен кейін мінез көркемді, салмақты дейміз. Ал енді айналасында жүрсіз ғой өнер адамдарының. Өнер адамдарынан өзіңіз кімді көркем мінез деп айта аласыз? Бар ма өзіңіз көркем мінез? Өзіңіз іштей бір осы азамат дейді, бар ма? Көркем мінез деп мен кейде енді осы өнердегі ағамыз актер Бекжан Тұрыс ағамыз бар ғой. Ол кісінің мінезі енді шынымен де көркем мінез. Ашуланбайды, ашуға берілмейді, сабырмен, кейде сол кісімен әңгімелесіп отырған кезде өзімді бір сонша бір сабырсыз адам сезінемін. Сосын жасыратын жоқ Досымжан көркем мінезді. Мейрамбек көркем мінезді деп айтуға болады. Көріп жүрген енді араласып жүрген. Енді қазір бірін айтып, біріне кетсең ұмытып қалың. Кімдермен жақын етене араласасыз, жанұялық былай сахнада әншілер болсын, басқа да өнер жұлдыздары болсын? Енді оны жасыратын жоқ, бәрімен араласамыз ғой. Рамазан ағамызбен, отбасылық. Бекжан ағамызбен, Досымжан. Былай айтқанда барлығымен араласа береміз. Анау қорқатын бет. Кәз берем. Қасында отыр, кәз берем. Ағамен сөйлесіп жатыр. Кәз берем, қасында отыр. Бермес, берді. Ойт сен. Ай, кетпе. Саяға жәке кішкене мына енді. Бірден кейін сұрайын атқан жер. Алло. Ой, адамдармен отырып қой, ызбандайсың ғой кейін. Кәмшат. Қой. Алтыным. Ай, Алла. Алла. Allah. Kın. Şokolat 120 var aldı. 120. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu. Kayda şokola kayda. Şokolaga ver telefonda. Altın kızım. Çok şokolaga ver. Konaklar var. Hemen giyin zıvandayıp giyin. Oy bir mayamına. Өзім көмектескен ғой, шпаргалкаларын жазып.
құтты қонақ келсе қой егіз табады деп. Ой, Алла разы болсын, сіздердің қадамдарыңыз. Ой, қызым, Шұғыла деген қызым оқуға кеткен, қалаға тапсыруға. 120 бала алды. Балаға тәрбие берудің өзі де қазір қиын ғой. Мысалы қазір сіздерде қалай өзі бала тәрбие өздерде сіздерді білмей, біз өзімізде осы күні қиын болып кеткен сияқты көрінеді. Қызымызды уайымдаймыз. Сіздер қайта тәрбиелейсіз, мысалы сіз ол қызыңызға қайта тәрбие беріп жатсыз? Енді мен ұл тәрбиелеп көргем жоқпын. Қыз тәрбиелеп жатырмыз. Ай, бәрекелді. Жалпы мен кейде ойлаймын осы. Ананың қолында болу керек баланың тәрбиесі. Ана тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Әке сырттан ақылын айтып қана жаңағы тактитін біреу керек деп айтады ғой. Сол керек сияқты. Өйткені менің өзімнің көрген тәрбием сол. Бізде үйде анам тәрбиеледі. Әкеміз жұмыста, түсте келеді обедке, кешке үйге келеді. Сол кезде анамыздың күндіз сәл бір жаман қылық көрсетіп қойсақ, болмаса жаңағы малды дұрыс қарамай қалсақ, анамыздың айтатын әңгімесі әкең айтам, оңбайсың деп әкемізді үлкен бір тұлға қылып көрсеткен анамыз. Сондықтан мен ойлаймын, ер адам ол түздің адамы. Дұрыс. Әйел адам ер адамды хан қылып көрсету керек. Сол кезде бала әкеден қаймығу керек. Сол тәрбие бізде де сол. Сол әкемден қалған үрдіс. Әкең өзі қарапайым. Жәкең де өзі спокойно өзіміз сияқты отыр. Айтпесе қазір бір спортшылар дегенге қара болғаннан кейін қарапайым боласың да. Қарапайым болған, қара болған кейін қарапайым болады. Айтпесе спортшылар төбелескіш келеді деген бір түсінік пайда болған ол. Сондай ма? Спортшылар ма төбелескіш? Спортшылардың арасында жүрсіз ғой. Төбелескішсіз ба? Жоқ, төбелескіш емеспін. Неге бүйтпеді? Спортсмен десе жұрттар төбелескіш біреу келеді деп ойлап қалды ғой. Төбелесемейсіздер ме не? Жоқ, төбелесе аламыз ғой. Просто біз енді төбелескенде де көп адам басқалай түсінеді. Негізі баланы көшеде біреуді ұру үшін тәрбиелемейміз ғой. Біз спортта, жеңісте, кілемде тәрбие береміз. Адам бол мақсаты, біз адам бол жасаймыз да. Негізі көбісі айтып ойлайды, төбелескіш деп. Ол бұзақы балалар бар, ондай балаларды көп. Бір оған жаңағы жаттықтырушы дұрыс тәрбие беру керек та. Сабақ жүзінде дұрыстап айтатын болса, ол бала бұзылмайды. Өте бұзылмайды, тәрбиелі болады. Біз сол адам тәрбиелейміз баланы. Жан-жақты үйретеміз. Өзіңнің күшіңді сыртқа біреуге қолдануға болмайды. Оны тек қана жарысқа шыққанда алаңда қолдану керек, қарсыласын жеңу мақсатында. Көшеге шыққанда қарапайым өзіміз сияқты адамдармен амандасып, сәлемін түзу, кішіпейіл, үлкен деп сыйласа болды, бізге жетеді. Ал енді рұқсат болса біз жол жүрсек. Дұрыс айтасыз. Отырмадыңыздар ма? Жолаушының жол жүрсе бітеді. Сіздер енді Айып қойырмасаңыздар жолға шықсақ. Кеп тұрыңыздар. Астарыңға береке, денге саулық берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет сіздерге. Ой, рахмет. Кеп тұрыңыздар. Аспандияр мейрамханасы. Бұл қазақи ұлттық нақышта. Селфиға түсіп алмадық па? Соны сізге жіберемін Саят аға, сосын кафем жарымына олар жібересіздер ғой? Кафе. Кеп қалады қазір. Қашан келеді енді? Қашан келеді? Қанша болды күтіп жатқанымызға? Келді. Көрдіңіз ба? Жезек қазір кесе бар ғой, өзім сөйлесінші, жараймай, мен сөйлесемін. Қой, мен не деп сөйлесем? Сөйлеспеген адам қалай болады екен ол? Кім сөйлесер енді? Мүмкін камчата сөйлесер? Қыз балаға қол тие қоймас енді оның. Білмеймін ғой. Мынау кім? Білмеймін, адамын жіберген деймін. Мен енді өзім сөйлесемін енді кішкене. Сәлеметсіздер ма? Саламатсыз ба? Аспандияр деген сіз ба? Жоқ, мен Мырзахан. Сіз ба Аспандияр деген? Жоқ, мен Қаршығам. Жоқ, бұл Аспандияр мейрамханасы еді. Кеше осында Болат аға болды ма, Абділманов? Болды ма? Болды. Так, группа. Болат аға болған жер осы жер екен. Санда бізде неше адам группада? 10 адам. Точно 10 ба? Аз емес па? Жетеді ғой бізге 10 адам. Онда бізге біріншіге 10 сорпа, екіншіге 10 қуырдақ. Тез. Даяшыларыңыз бар ма өздеріңіздің? Болыңыз тез, біріншіге бізге сорпа, 10 сорпа. Тез группа ішке кіреміз, бізде әлі съемка біткен жоқ. Біз әлі режимді күтеміз. Болыңыздар тез.
Кіреміз. Отырыңдар тез. Давайте тез. Отырыңдар қыздар. Отырыңдар, аға болыңызшы тезірек. Тамақ дайындасайшы ба? Жезеке не істеп жүр? Кешек шашлик. Ұрмайтын бес шашлик. Не ала берші ба? Айған, нешем? Отырыңдар. Тезірек болыңыз. Манты бір порция ма сіздер? Аха, бір порция. Өкінішке орай арбуздың соқ бізде толып қалды. Бізде ананастың соқ. Даяшы бізге келіңізші. Қазір 1 минут күте тұрмыз. Вишня жоқ. Жоқ. Мынандай тамақ жоқ. Жоқ, мынандай тарелкасы бар. СМС-ті қарсақшы. Қожай. Постановка емес па осы? 100% кездейсоқтық бұл. Но логичная случайность. Болат ағаның адамдар бүгін деп бағанын айтам да, Иә. Дұрыс па? Плюс ораза бітті. Тарауық жоқ. Маңайдағы адамдардың бәрі тамақ ішуге келді. Плюс көше келген тақтайшалардың көмегі тиді. Иә, сол. Өте қатты қателесіп отырсыз, құрметті қаршыға мырза. Одан емес, 100% случайность деген болмайды ол. Бәрі Алланың қалауымен болады. Осы оразада кешегі қадір түні азанға дейін тілеген дұға тілектер қабыл болған. Алла қабыл етті да. Міне жұмысымыз жүре бастады. Солай емес па? Дұрыс айтып отырсың. Әрекет жасап, Алладан сұрамасаң, ол қате. Ал Алладан сұрап, амалын жасамасаң, ол да қате. Бүгінгі күн бір қию келген күн болды. Енді осы тірліктерінен таймаңдар. Міне. Бірақ оразада зу өтті де кетті. Қимайды кесіне кәдімгідей. Қимастығың болса, онда ол оразаны жақсы өткіздің деген сөз. Сол жақсы өткер амадын деп тұрмын мен өзім. Қанша тірліктер өзгеріссіз қалды, өзгерсеңізем деген ғой осы жол. Уақыт өтіп кетті, болмады. Келесі жыл Құдай қаласа. 2 ай бұрын бастап дайындалып, әдемілеп ойдағылай өткізбесем, Құдай қаласа. Сонымен ертең ауыз бекітеміз бе, бекітпейміз бе? Қаршыға, ойбай, бүгін оразаның соңғы күні ғой. Ертең Құдай қаласа айт. Айт намазға ауыз бекітіп барамыз ғой. Ауыз бекітіп бармаймыз апа. Осы сөз жылда айтылады. Неге естеріңді сақтамайсыңдар, Айтқа барғанда сәресі де ішпейміз, ауыз да бекітпейміз. Үйден бір өрік мейіз жеп шыққан абзал дейді. Ал енді құрбан айтқа бара жатқанда, онда ешнәрсе жемей барған сүннет дейді. Әже, ол оразаның қабыл болғанның, қабыл болмағанын қалай білуге болады? Оны бір Алла тағалам өзім біледі. Егер оразаны ұстағаннан кейін, айт біткеннен кейін иманды күйінде ұстаса, ол оразаның қабыл болғаны. Ал енді ораза бітті деп өзің баяғы қалпына түссе, ол оразада бір кемшіліктің кеткені рас. Онда бір дұғағы жіберіңіз. Я Алла тағала, я жаратушы ем, өзіңе құлшылық етіп, өзіңнен тілеу тілейміз. Өзіңді еске алуға,
өзіңе шүкіршілік етуге, бізге жәрдем ет. Мынау бізге қарапайымдылықты нәсіп ет, тәкаппарлықтан сақта. Дайым елімізге амандық, жұртымызға есендік, патшамыз Нұрсұлтанымызға күш қайрат бере көр. Мынау тәуелсіз Қазақстанымыздың туы желбіреп, тәуелсіздіктің бесігінде мәңгі тербелуге жазсын Алла тағалам. Аумин. Аумин, айтқаныңыз келсін. Армандаймыз бақытты жанияның болғанын, ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. Аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде, өз отбасыңның жүнде. Үлкен үйде жастықты сағындырған шағы бар, қаттықтың мағыналым